Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Даниэл Дефо Робинзон Крузо шығармасын ұсынайын деп отырмын. Достар, Робинзон Крузо деген кезде балаларға немесе жасөспірімдерге арналған кітап деп өзіңізге бірден ой келеді. Көбінесе балаларға, жасөспірімдерге ең бірінші кітапты оқып үйрену және әлем әдебиетімен танысу үшін ең бірінші кітаптардың тізімінде осы Робинзон Крузо жүреді. Бірақ та сол себеппен бұл кітап тек қана кішкентай балаларға, жасөспірімдерге арналған деп ойлау қате. Негізі бұл ағылшындық жазушы Даниэл Дефо деген, және де ол осы Робинзон Крузосын шығарған кезде ол ересек адамдарға, үлкен адамдарға арнап жазған екен. Бірақ та өздеріңіз білесіздер, біз бұрында Қазақстан Кеңес одағының құрамында болған кезде әлем әдебиеті және де ағылшындық авторлар Кеңес одағының цензурасымен келіп, өзгертіліп келген болатын. Және де бізге де осы ең алғашқы қазақтың оқырмандары бұл шығарманы орыс тілінде танысқан екен, және де орыс тілінде түпнұсқада ағылшынша шыққан Робинзон Крузоның көптеген цензуралар болған екен. Ол жерде кейіпкердің құдай туралы ойлауы, жалпы өмір туралы ойлауы деген сияқты рефлексия, философия жағын көп жерлерін алып тастап, оқырмандарға тек қана адамның, сол осы біздің кейіпкердің жапан далада, жалғыз аралда өзін қалай құтқарғаны туралы, еңбегі туралы ғана қысқаша тек қана кішкентай балаларға арналған туынды қылдырып аударған болатын. Оны ешкім жасырмайды Кеңес одағында, өйткені ол кезде өздеріңіз білесіздер, билік тарапынан дін және құдай туралы ойлар, церковь дейді ғой, Кеңес одағында орыстарда ол шіркеулер болды, қазақ елінде мешіттер, сол көбінесе жабылып, дін туралы, құдай туралы ойлар тыйылған болатын. Және де осы жұмыста көп жерлерін алып тастаған. Біздің қолымыздағы шығарма Даниэл Дефо Робинзон Крузо 2021 жылы шыққан екен, және де Алматы қаласы Балауса баспасы шығарыпты. Бірақ та мен түсінгенім бойынша бұл орыс тілінен аударылған шығарма. Бұл жерде түпнұсқадағы ағылшындық автордың тура ойы жетпеген, бізге осы қысқаша форматта. Және де өздеріңіз түсініп тұрғандай, осы Балауса баспасында әлем балалар әдебиеті деген серия бар екен. Сол серияда көптеген шығармалар бар. Біздің YouTube каналда өткен Қазына аралы деген сияқты көптеген Том Сойердің басынан кешкен оқиғалары біз осы YouTube каналда талдаған болатынбыз. Сол кітаптар да осы серияда бар екен. Негізі бұл серияның тізіміне қарап, өте жақсы шығармалар бар екен, қуандым. Бұйырса, осы кітап сериясының басқа да шығармаларына видео талдау жасасақ жақсы болар еді. Міне, бүгін сіздерге Робинзон Крузоның шығармасын таныстырайын деп отырмын. Және де айта кету керек, түпнұсқада автор өмір сүріп жатқан кезде бұл шығарманың атауы Робинзон Крузо деп аталмаған екен. Бізде қазақ тілінде тек қана Робинзон Крузо деп аталыпты. Және де әдебиетте кішкене әдебиет жағында жүрген адамдар Робинзон Крузоны естіген кезде түсінеді, бұл аралға тап болған, және де сол жақта бір 28 жыл өмір сүрген адам туралы екен. Жарнамасыз-ақ біледі көбінесе қазір. Бірақ та сол кезде автор тірі кезінде бұл шығарманың атауы ұзақ болған екен. Оның атауы, мен сіздерге бір абзац оқып берейін. Дәл сондай абзац болған екен. Бұл шығарма сол Робинзон Крузо атты жігіттің бастан кешкен шытырман оқиғалары. Ол Американың жағалауындағы елсіз аралда Ұлы Ориноко өзенінің сағасында жақын жерде өзінен басқа кемедегі экипажының барлығы қаза тауып, кеме апатынан кейін жағаға шығып жападан жалғыз тіршілік еткен теңізші Робинзон Крузоның өмірі басынан өткерген таңғажайып оқиғалары деп аталған екен. Бұл сөзі бір абзац. Бұрындары кітапты сату үшін авторлар осындай кітаптың бүткіл спойлерін, аннотациясын атауына қойған екен. Өйткені адамдар сол кітаптың атауына қарап, мынау жападан жалғыз теңіз мұхиттың ортасында орналасқан аралда тап болған жігіт туралы, және ол сол жақта 27 жыл өмір сүріпті деп атауында бірден айтып қойған екен. Елдер соған қызығып, сатып алып, сөйтіп оқыған екен. Және де тағы да айта кету керек,
Қазір біз оқып жатып, бұны кітаптың авторын Даниэл Дефо екенін білеміз. Ал ол заманда кітапты сату үшін маркетинг болған кезде бұны сол Робинзон Крузоның өзі жазған деп сатылған екен. Мұнда бізде кітапта екі автор белгіленеді. Бұл Робинзон Крузо бір 40-50 жастағы ер адам ретінде бұрыннан уже сол аралға тап болып, сол жақтан құтқарылып, аман есен кітап жазған сияқты бір автор болады да, және де роман ортасында сол жас кезі, сол Робинзон Крузоның 20 жастағы жас жігіттің күнделік ретінде жазған жазбасы ұсынады. Сол кезде оқырман бірде ересек, бірде жас жігіттің ойларымен таныса алады. Және де айта кету керек, жалпы Даниэл Дефо деген өте ағылшын елінде өте атақты адам. Ол ең алдымен сол автор туралы қысқаша айтып кетейін де, жалпы кітаптың сюжетіне, аннотациясына уақыт берейік. Міне, Даниэл Дефо деген ағылшындық жазушы, ол кезде, ол автор өмір сүріп отқан кезде өте қызықты заман болып жатқан, өйткені Англия бүткіл теңіз әлемін жаулап алған десек те болатын шығар. Бүткіл Англияның кемелері бүткіл континенттерге сауда саттық жасаған, және де егер де испандық Франция немесе қытайлықтар оған көнбесе, оларды жаулап алып, соғысып, солай өзінің гегемониясын жүргізіп жатқан кез екен. Сол кезде Британия ең үлкен империя болған екен. Ол шығыс жақтағы Англияның қол астындағы елден күн шығып, және де келесі күн батысқа барып батқанша империяның астында күн батпайды деген сондай мағына білдіреді. Мысалы, шығыстан батысқа дейін ол кейін сол Австралия бар, Батыс Америка бар, бүткіл жерде сол Англияның билігі жүріп жатқан екен. Сол кездері жалпы Англияда өте консервативті қоғам болған. Осы Даниэл Дефоның алдында Британияда өте сондай консервативті ел болған, және де сол тәрбие, консервативті тұрмыс тіршілік ақырын тарихта қалып өзгеріп жатқан екен. Сол кездерде бізде Дефо деген жігіт өмір сүреді. Ол ең алдымен жазушы болмайды. Ол ең алдымен өзінің сондай қызығушылығымен отбасынан осы біздің бас кейіпкер сияқты тастап, өзі бір теңізге барып, Африканы көріп, бүткіл әлемді көргісі келеді екен. Бірақ та солай қызықты әртүрлі өмір сүріп жатып, ол елдерге барып, өздеріңіз білесіздер, ол кездері сауда сататын адамдар көбінесе алдап, немесе бір аса дамымаған елдерді тонаған екен. Сондай кезде Даниэл Дефо өзінің ең алғашқы табысын, ақшасын жинайды да, ол Британияға қайтып келіп, өзінің бір баспа газетасын ашады. Ол өзі сол шығармашылыққа, жазуға деген бір өзінің таланты болғандықтан, ол солай ең алдымен сондай газетті, саяси газет шығара бастайды. Ең алдымен ол билікті, немесе бір сол кезде монархия болған Англияда, өздерінің бір пэр деген сияқты бір үлкен феодалды бір отбасы болса, сол отбасы өмір бақи сол биліктің тұсында жүретін ақсүйек отбасы, соларға қарсы сыни пікірлер жаза бастайды. Өйткені монархқа, королева дейді ғой, Англияның королевасына сын критика жазса, оны ол кездерде бірден дарға асып, немесе өртеп тастаған сондай замандар болған. Бірақ та соны түсінген Даниэл Дефо тек қана сол монархқа, королеваға, патшайымға критика сын жасамағандықтан, ол қасындағы сол оң қолы сол қолды қасындағы жүрген орынбасарлары дейікші, сол феодал отбасыларына сыни пікір танытып, солай әртүрлі газеттер, статьялар жаза бастайды. Және де бұл газеттің жазылымдары, тираждары көп болады, елдер оны оқиды, және де қарапайым адамдар, сол Британияда, Англияда тұратын адамдар. Және де сол осылай біздің Даниэл Дефоның бүткіл қоғамға деген абыройы шыға бастайды. Елдер оны тани бастайды. Бірақ та кейін филологтар, зерттеушілер айтады, осылай оппозиция ретінде көрсетіп жүрген Даниэл Дефо негізінде сол монархия, билік жүргізіп жатқан билікке жұмыс істеген. Ол енді қазір сондай әртүрлі пікірлер бар. Ол
ол Британияға ең алдымен Шотландия туралы тыңшы ретінде жұмыс істеген сондай қазіргі директор бар. Оны кәдімгідей Даниэл Дефоны Шотландия еліне жібереді іссапармен. Ол жерде ол әртүрлі бір сондай журналист ретінде немесе бір саяхатшы ретінде, дін өкілі ретінде сияқты Шотландияны аралап жұмыс істеп жүреді да, ішіндегі Шотландиядағы Англия королевасына тапсырмалар орындап жүрген екен. Міне солай өзінің ең бірінші тыңшы, бұл Даниэл Дефо бізде тыңшы болғанын білеміз. Ол жерде өте құпия сол Британияның тапсырмаларын орындап, кейін Англияға қайтып келіп, әртүрлі сол өзінің жұмыстарын жазған екен. Және де тағы да айта кетіру керек, Даниэл Дефо ең алдымен біздің қазір өзіміз білетін интервью форматын ойлап тапқан деп айтады. Оның ең бірінші сол баспасындағы газетінде ол ең алдымен сол интервьюлар жаза бастаған екен. Біздің білетін формат, ол бірінші журналист сұрақ қояды, сосын қонақ, басқа адам соған жауап береді. Сондай интервью форматында ең алғашқы газетте сондай шығарылым статьялар, баспалар жазып жүрген екен. Содан кейін өте ол басқа журналистика, басқа салаларға өтіп, сол бізде қазір интервью дегеннің түп ең біріншісін сол осы біздің Даниэл Дефо қойып кеткен екен. Және де бұл талантты адам әртүрлі шаруашылықтарда да, бір коммерцияға да, әртүрлі салаларға қатысып, солай өмір сүрген екен. Бірақ та арасында сол патшаға қарсы статьялар жазғандықтан оны кәдімгідей түрмеге қамап, солай Англияда бұрында алаң болған екен. Сол алаңда елдерді, мысалы, коррупциямен ұсталған шенеунік немесе бір ұрлықпен ұсталған адамдарды сол алаңға шығарып, сол алаңда оны елдер сол сасыған жұмыртқа лақтырып, помидор лақтырып, сондай киноларда көрсететін сондай алаңға апарған екен. Кәдімгідей бір 5 жылдай сотталып, сол ұят алаңына апарған кезде, бірақ та қарапайым адамдар, халық Даниэл Дефоға ондай сасыған жұмыртқа лақтырмай, оған гүл алып келіп, сондай қолдауын көрсеткен деген сондай аңыздар бар. Жалпы осы Даниэл Дефо осындай қызықты өмір сүріп жатып, кейін сол тыңшылықпен айналысып, баспагерлікпен айналысып жүріп, ол әрине бүткіл жинаған ақшасын бәрін сол королеваны сынаймын деп статья жазғандықтан, оған көптеген айыппұлдар, штрафтар салғандықтан, оның ақшалары бәрі қайтадан жоқ болады. Және де бізде Даниэл Дефо енді өзінің 50-40 жасына келген кезде, егде жасқа келген кезде, ол отырып әртүрлі шығармалар жаза бастайды. Оның 4-5 романдар бар, бірақ та ең алғашқы және ең оның үздік шығармасы ол осы Робинзон Крузо туралы шытырман оқиғалы роман. Бұл романды айтып кеткен дегендей атауы басында кәдімгідей бір абзац осындай Робинзон Крузо атты жігіттің мұхит арасында орналасқан аралда 28 жыл өмір сүрген деген сияқты ұзақ абзацта атау болады. Және де елдер соны оқып, бұл кітап шынайы өмірде болған оқиға желісімен сол Робинзон Крузоның күнделігінен жасалған кітап деп елдер оқып, былай көптеген тираждар сатылып, бізге авторға көп ақша алып келген екен. Жалпы енді кітап туралы айта кетейік. Бұл шығарма бағана айтып кеткен дегендей екі адамның атынан жазылады. Біреу сол аралдан аман есен құтылған 50 жасқа толған Робинзон болса, және де сол шығарманың ортасында сол 20 жас кезіндегі жас баланың күнделік ретінде жазылып жатады. Міне бізде романда Робинзон Крузо деген кезде ол сол кемемен апатқа ұшырап, сол жерде аралда өзінің тіршілігін жасады деген ой келеді. Бірақ та ең алдымен осы романның бір ортасына басы кәдімгідей әжептәуір көлемінде Робинзон Крузоның үйінен қалай кеткенін, ол қандай отбасыда тәрбиеленгенін, және де сол әкесіне оған бір юрист па, сондай бір тұрақты бір жұмыс орнын дайындап қойған. Бірақ та сол біздің Робинзон Крузо ондай тұрақты жұмысты өзі көңілі қаламағандықтан, ол әлемді шарлап саяхат көргісі келгендіктен, ол әкесін және анасын тастап өзі қашып кетеді. Және де қашып кетіп, ол талай Африкаға барып, Африкада жабайы адамдармен өмір сүрген, сол Африкада жүріп аң аулап, арыстан өлтіріп, арыстан терісін сыпырып, солай әртүрлі қызықты оқиғалар болады. Және де ол кейін бір пират адаммен танысып, оның
сол адаммен қол астында жұмыс істеп және де кемелерде бірінші ақшасын байлығын тапқаны және де кейін барып қайтадан осы кемеге отырып ол бір сапарға кетеді екен. Және де сол сапарға кетіп бара жатып олардың кемелері үлкен бір дауылға тап болады. Ол дауылда адамдар енді ойлайды, кеме қазір сол дауылда найзағай соғыватқанда кеме судың астына кетіп қалады, құтқарылайық дейді да, сол Титаниктағы сияқты кішкентай қайықтарға отырып бәрі кетіп қалады. Бірақ та сол кішкентай қайықтары сол жағаға жеткен кезде жағада дауыл болып жатып, су сондай ұсақ жағадағы тастарға ұрып, қайықтары сынып, солай бәрі суға батады. Бірақ та біздің Робинзон Крузо аман есен қалады да, сол таңға жуық бәрі дауыл басталғанда оянады. Есін жинап қарасам, айналасында ешкім жоқ, жалғыз өзі ғана тірі қалған. Қалған сол кішкентай қайықтарға отырған адамның бәрі суға батып кеткен екен. Ал бірақ та мұхитта, теңізде әлі өзінің ескі кемесі тұр екен, үлкен кеме. Және де ол сөйтіп кейін түсінеді, бекерден бекер біз сол қорқып қайықтарға отырған екенбіз, сол кемеде қалсақ бәріміз тірі қалар едік, не үшін біз сол қайыққа отырдық деп өкінеді. Бірақ та ол өзі жүзіп барады сол кемесіне барса, бірақ та сол апат болғандықтан ол жерге кеменің көп жері зақым тиген екен, және де сол жаққа ақырын су кетіп жатыр екен. Өзіңіз білесіз, кемені басқару үшін көптеген адамдар керек. Ол кезде кәдімгідей паровоз, сондай моторлы қайық емес, кәдімгідей желкенді кеме. Және де ол түсінеді, қазір бір-екі күннен кейін ол түбегейлі суға кетеді. Сол кезде кемеде аман есен қалған шегелер, күрек деген сияқты сондай инструменттерін бәрін құтқарып, азық-түлік табылса, соның бәрін жағаға жеткізіп тастайын деген оймен ол солай өзінің осы аралдағы өмірін бастайды. Жалпы мен сіздерге ең басын ғана айттым. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер, өте көптеген шытырман оқиғалар болады. Аралда қалай жалғыз өзі сүрген туралы болады, және де қарақшылармен оқиғасы да болады. Достар, бүгін сіздерге Робинзон Крузо шығармасын ұсындым. Егер де бұл шығарманы оқысаңыздар, бұл видеоның астына өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.